Енді күтілетін нәтиже бүгінгі ойын бойынша кейс стадия әдісінің мақсаты мен өзіндегі ерекшеліктерін көрсетемін. Кейс стадия әдісінің кезеңдерін нақтылаймын. Пәннің оқытылу мазмұнына қарай кейстерді дұрыс құруды жоспарлап, әртүрлі тапсырмалар арқылы қолданамын. Топтық жұмыс арқылы кейс стадия әдісінің маңыздылығын көрсетемін. Кері байланыс арқылы нәтижесімен танысамын. Енді жалпы кейс стадия дегеніміз не? Мына сұрақтар төңірегінде бөлісейік. Сіздер тәжірибелеріңізде жағдаяттық тапсырманы қолданасыздар ма? Жағдаяттық тапсырманы қандай әдістер арқылы көрсетесіздер? Жалпы, осы сұрақтарға жауап беріп кетейік, әріптестер. Кейс стадия дегеніміз не? Кейс стадия дегеніміз нақты оқиғамен және жағдаяттың сипаттамасы. Енді сіздер тәжірибелеріңізде қолданасыздар ма? Жағдаяттық тапсырманы сабақтарыңызда. Ешқайсымыз қолданбаймыз бе? Қолданамыз ба күнделікті сабақта? Бірақ оны біз кейс стадия екенін білмедік, иә? Енді жағдаяттық тапсырманы қандай әдістер арқылы көрсетесіздер? Мысалға, мен жағдаяттық тапсырманы қандай әдісте қолданамын? Яғни бірінші менде қарама қайшылықтар деген әдіс бар. Яғни ол тақтаға 4 оқушыны шығару арқылы содан іріктеліп 2 оқушы қалады. Оған яғни жағдаяттық тапсырма беріледі. Мысалға менің сабағыма биология пәнінен алатын болсам, тері, яғни терінің қызметі, терінің қандай жағдайда қауіпсіз, қандай жағдайда қауіпсіз жағын түсіндіру мақсатында осы әдісті қолданамын. Рахмет ағаке. Енді кейс дегеніміз ағылшынның кейс нақты оқиғаның немесе жағдайдың сипаттамасы. Кейс стадия функционалдық сауаттылықты қалыптастыру құралы болып табылады. Енді кейс стадия әдісі білім алушыларды белсенді іс-әрекетке тартуға және тәжірибелік құзыреттілікті, базалық біліктерді, дағдыларды және іс-қимылға дайындықты дамытуға мүмкіндік береді. Кейс стадия әдісінің мақсаты қандай? Мұғалімнің креативті ойлауын дамытып, сабақтың мазмұнын ерекше құруға, шығармашылық мүмкіндігін кеңейтуге жағдай жасайды. Енді кейс стадия әдісінің ерекшеліктері: практикалық жағдайларды зерттеу, болған жағдайларды баяндау, оқушылар проблемамен танысып, оны шешудің жолдарын іздейді. Кейс стадия әдісінің артықшылығы қандай? Практикалық бағыттылығы, интерактивті формат, нақты дағдылар дамиды. Кейстің қадамдары: ұсынылған жағдайды кейсті зерттеу, жетіспейтін ақпаратты жинау және талдау, проблеманы шешуге ықтимал нұсқаларын талқылау, ең оңтайлы шешім қабылдау. Мысалға, Қазақстан тарихы пәні бойынша кейс үлгілері 6 сыныптан қазақ хандығын құрылу деген тақырып бойынша оқу мақсаты 6.1.3.1.9 қазақ хандығының құрылуындағы тарихи мақсатын анықтау. Енді осы кейс бізде қазақ хандығы деген мәтін беріліп тұр. Оқысаңыздар болады. Енді кейс әдісінің кезеңдері бойынша бірінші мәтінмен танысып алдық. Енді мәтінде қандай тарихи тұлғалар туралы айтылады? Кімдердің аттары айтылды? Қазақ хандығын құрған мысалға Жәнібек деген хандар туралы айтылды. Енді таңдау неге Моғолстанға түсті? Моғолстанның билеушісі оларды қандай мақсатпен қарсы алды? Сұлтандардың жасаған әрекеттерінің тарихи маңызы неде? Бұл оқиғаларды табиғи процесс деп санауға бола ма? Неге деген сияқты оқушыларға сұрақтар, тапсырмалар берсек болады. Енді оқушылар жауапты әртүрлі формада немесе ПТМС әдісі бойынша сипаттау, позиция, түсінігі, мысалы, салдар берсе болады. Сосын екінші бөлдік ойын арқылы көрсетсе болады.
Енді осы қорытынды кезең бойынша білім алушылар тарихи деректерді талдап, сұрақтар бойынша өз пікірлерін білдіреді. Енді кейстің қорытындысы бойынша рефлексия жүргізіп, мұғалім топтарының жұмыс қорытындысын шығарады. Ең соңында оқушылардың жұмысын бағалайды. Ал енді қазақ әдебиеті пәнінен кейс әдісін қолдану. Тақырыбы Мұхалим Мақатаевтың Аққулар ұйықтағанда поэмасы бойынша оқу мақсаты 8-1-4-1 көркем шығармалардан алған үзінділерді өз көзқарасын дәлелдеу үшін орынды қолдану. Енді мысалға Мұхалим Мақатаевтың Аққулар ұйықтағанда поэмасы бәрімізге таныс. Енді мен сіздерге қазір жағдаяттық тапсырма ұсыну үшін мен сізге мәтін беремін. Осы мәтінмен танысып шықсаңыздар болады. Мәтінді оқып болғаннан кейін оқушыларға осы мәтін бойынша қандай жағдаяттық тапсырма берсек болады деген сұрақтар бойынша ойлануға болады. Қазір әрқайсымыз бір жағдаяттық тапсырма немесе сұрақ ойланып отырайық осы мәтін бойынша. Бұл мәтін мен тек қана үзінді мәтін екінші бөлім бойынша берген мәтінді сіздерге енді мәтінмен танысып болсақ, жалпы аққу қандай құс, табиғат адамға не үшін қажет, ананың адам өміріндегі орны қандай, ана аққуды не үшін атты, баласы үшін аққуды атқан ана үміті ақталды ма, анасы аққуға байланысты ырым тиімді білді ме, осы сұрақтар бойынша жауап берейік немесе өзіміз сұрағымыз айтайық. Аққу киелі құс. Оны атпайтын анасы біле тұра, баласы үшін амалсыздан барып атуға тура келді. Табиғат адамға не үшін қажет? Табиғатсыз адам өмір сүре алмайды, адам табиғатсыз өмір сүре алмайтын байқауға болады бұл жерде. Ананың адам өміріндегі орны қандай? Әрине, ананың бала үшін өмірі биікте тұрады әрқашанда. Бұл жерде де ананың өміріндегі орны қандай дегенде, ана баласы үшін киелі құсты атуға барғандығын байқаймыз бұл шығармада. Ана аққуды не үшін атты? Аққуды баласын қанаты ерек болғандықтан, қанатымен тәуіп алып айтып кеткендіктен, қанатымен баласын аластаса, баласы жазылатындығын байқап, соны амалсыздан атты. Баласы үшін аққуды атқан ана үміті ақталды ма? Бұл жерде ақталған жоқ, яғни анасы, негізі әкесі ату керек болатын, анасы өзі барып атқан жайды айтады, бірақ та ақталған жоқ үміті. Негізі анасы аққуды атпағанда баласы тірі қалар ма еді деген поэмада сол ой түйіндейді. Анасы аққуға байланысты ырым тиімді білді ме? Жоқ, білмеді. Яғни білді бұл жерде. Біле тұра сол баласының өмірі үшін барды деп түсінемін. Рахмет көздеріңізге. Осындай сұрақтар қойсаңыздар болды. Енді жалпы өздеріңіз мәтінді оқыңыздар ғой. Сол бойынша қандай сұрақ қояр едіңіздер? Енді осы жағдаяттық тапсырма беріп болғаннан кейін оқушылардың қорытынды кезеңді орындаймыз. Білім алушыларға жаңағы осы
шығармамен танысып, мәтінмен танысып болғаннан кейін сұрақтар бойынша өз ойларын айтып, білдіреді. Одан кейін кері байланыс міндетті түрде жасап, мұғалім оқушылардың жауап бергеніне қарай, сабақтар біліміне қарай бағалап кетеді. Енді жалпы алғанда кейс стади әдісі дегеніміз жағдаяттық әдіс. Енді осы бойынша кері байланыс беріп кетейік. Менің сабақтан кейінгі әсерім кестесі бойынша қандай ой пайда болды? Не сезіндім, не ұнады, не қиын болды деген сұрақтар бойынша өз ойларыңызды айтсаңыздар. Яғни әр сабақтарыңызды әр мұғалім осы кейс стади әдісін пайдаланудың маңыздылығы бар ма? Пайдалана аласыздар ма сіздер? Өз сабақтарыңызда. Болашақта пайдаланамыз. Болашақта пайдаланасыздар. Не сезіндім бүгінгі кейс стади коучинг бойынша? Яғни мұғалім мен оқушы арасындағы байланыс, мұғалім өзінше бір тұлға, яғни не болу керек? Жаңа айтылады ғой, оратор болу керек, ұйымдастырушы қабілеті болу керек. Ал бала соған қарау арқылы өзін дұрыстайды деген ойлаймын. Енді не ұнады? Кейс стади әдісі ұнады ма сіздерге жалпы? Ұнады. Не қиын болды дейсіздер? Біз бұл сабақтарды кейс әдісін пайдаланғандықтан сол қиындау болды. Қиындау болды. Яғни кейс стади әдісі бойынша жағдаяттық тапсырма құрау немесе құрастыру қиындау болды сіздерге. Бірақ күнде қолдансақ, пайдалансақ, тәжірибеде үйренеді. Осы коучингтен кейін өз іс тәжірибелеріңізде күнделікті сабақта осы кейс стади әдісі, яғни жағдаяттық тапсырманы қолдану арқылы оқушының сөйлеу, ойлау, практикада қолдану дағдыларын дамытсаңыздар болады. Сіздерге коучингке қатысқандарыңыз үшін алғыс айтамын. Сау болыңыздар.